Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Алтын алқа, күміс алқа алатындардың марапатталған немесе батыр ана атағын атанған бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордерімен марапатталған көпбалалы аналар тұрғын үйі мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй алуға және жергілікті атқару органы немесе жеке тұрғын қорынан жасалған тұрғын үй алуға бірінші кезекте құқылы. Яғни көпбалалы аналар тұрғын үй кезегінде тұрып баспана ала алады. Салық жеңілдігі. Алтын алқа алқасының марапатталған және батыр ана атағына ие болған көпбалалы аналар тұрғын үй қоры есімінен жер учаскелері, оның ішінде оның жанындағы құрылыстар, үй жайындағы жер учаскелер бойынша салықтан босатылады. Сондай-ақ батыр ана, алтын алқа, күміс алқа мен ордендалған көпбалалы аналар көліктің салынған төлеулерден босатылады. Олардың номенклатуралық қызметке жүктелген мемлекеттік баж салығы төлемейді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау болыңыз.